Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге 14 жылдық тәжірибесі бар математикадан ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Бүгін мынандай бір керемет контекстті қарастырсақ. Контекст шарға сырттай және іштей сызылған текшелер. Ал есептерін қарап көрейік. Яғни мәтіні шарға сырттай және іштей текшелер сызылған, шардың радиусы 3 см дейді. Енді бізге әртүрлі сұрақтар беріледі. Біз одан алдын қазір суретті түсініп алайықшы бір сызбаны. Бізде шар берілген көк түспен, оның сыртында текше сызылған сары түспен және ішінде жасыл түспен текше салынған, Енді бізде қарайық, қазір мынау центр болса, мынау радиус болса, 3-ке тең болса, мына жағда радиус 3-ке тең болса, сонда мынау үлкен текшенің қыры бізде А үлкен 6-ға тең болады, Ал енді кіші текшенің табатын болсақ қараңдар. Мұнда мынау шардың радиусы 3-ке тең, және мынау шардың радиусы 3-ке тең. Демек қарап тұрсаңдар, кіші текшенің диагоналі бізде 6-ға тең болып тұр. Ал бізде текшенің диагоналінің формуласы қандай еді? А түбір астында 3. Ол 6-ға тең болатын болса, мұнда А кішіні тауып алатын болсақ, 6 бөлі түбір асты 3. Алым мен бөлімін түбір астында 3-ке көбейту арқылы иррационалдықтан құтылып болсақ, 6 түбір асты 3 бөлімінде 3. 3 пен 6 кетсе 2 қалады. Яғни бізде 2 түбір асты 3 деген кіші текшенің қабырғасы пайда болады. Ары қарайғысын сұрақтарына қарай жұмыс жасайық. Бізде бірінші сұрақ. Үлкен текше бөлмедегі столдың үстінде қойылды. Бөлмеде ұшып жүрген маса текшеге қонды. Масаның текшенің бүйір бетіне қонуының ықтималдығын табыңыз дейді. Енді қараңыздар. Текше жалпы формасын білесіздер. Ол үстелдің бетіне қойылғаннан кейін, оның бір жағына қону мүмкіндігі болмай қалады. Ол жерде қону мүмкіндігі бар жақтар, яғни жалпы жағдайымыз бізде 5 болады, 5 жалпы жағдай. Енді соның ішінде бүйір беті десе, текшенің бүйір беті бізде 4-еу, яғни оның ықтималдығы 5-тен 4-ке тең болады. Демек, бірінші сұрағының жауабы С жауабы екен. Бұл қатты қиын емес есеп. Бұл мәтін түсінікті болса, келесі сұрағына жылжиық. Жақсы. Үлкен текшенің ішінен алынған нүктенің кіші текшеге тиісті болу ықтималдығы. Оқушылар, бұл ықтималдықтың ішінде геометриялық ықтималдық деп аталады. Яғни мұнда бізде жалпы мынандай еді, бөлшектің бөліміне жалпы жағдай саны үстіне, яғни алымына қажет жағдай саны жазылатын еді. Енді біздің жағдайға мына жерге жалпы жағдайда үлкен текшенің ішінен алынған нүкте деп тұр ғой, Демек, онда мына жерге В үлкен текшенікі қойылады көлемі. Ал алымына кіші текшеге тиісті болу ықтималдығы ise В кіші текше қойылады. Біз жаңа айттық, А үлкеніміз 6-ға тең еді. А кішіміз қаншаға тең еді? Алдыңғыда 2 түбір асты 3-ке тең еді. А кіші, мұнда жазылайық, стрелкамен көрсетіп қойып, А кіші тең 2 түбір асты 3-ке. Енді текшенің көлемінің формасы А куб екенін білеміз. Демек, бөлшектің бөлімінде 6-ның кубы, алымында 2 түбір асты 3-тің кубы. Жақсы. 2 түбір асты 3-тің кубы. Мұнда 2-нің кубы 8, түбір асты 3-тің кубы 3 түбір астында 3-ті береді. Бөлімінде 6-ның кубы бізге 216-ны береді. Енді қысқартуды орындасақ, мұнда 3-ке қысқартсақ 1, 3-ке қысқартсақ 72 қаламы. Ары қарай 8 бен 72 қысқарады. 8-ге қысқартсақ 1, 8-ге қысқартсақ 9. Демек, түбір астында 3 бөлу 9 деген жауабымыз келіп шығады екен. Демек, бұл есептің жауабы Д нұсқасы түбір астында 3 бөлу 9. Пауза қойып жақсылап қарап алсаңыздар болады. Қажет болған жағдайда скрин жасап алыңыздар. Келесі есеп. Үлкен текшенің ішінен алынған нүктенің шарға тиісті болу ықтималдығы. Бұл да дәл сол жаңағы ұқсас сұрақ. Жалпы жағдайымыз үлкен текше, қажет жағдайымыз шар болып тұр, Демек, бізде үлкен текше 6 кубы, 6-ның кубы. Ал енді шардың көлемінің формасы қандай еді бізде? 4 бөлі 3 пи р куб еді, яғни 3-тің кубы еді. Демек, бұл жағдайда қалай болады? Осы жерде қысқартуды орындауға да болады, оқушылар, былай орындасақ. 3-ке қысқартсақ 1, 1 дәрежесі кетсе 2 дәрежесі қалып қояды. Демек, бізде не қалды? 4 көбейту пи көбейту 3-тің квадрат деген 3 жердегі 3. Бөлімінде 6-ның кубы деген 6-ның 3-еу, Біреумен біреу кетсе 2 қалады. Тағы 3 пен 3-ке қысқартсақ 2, 2 жердегі 2 4-ті берді, 4 пен қысқарып кетсе пи бөлу 6 деген жауап қала қояды. Демек, бізде Б нұсқасы дұрыс болады екен, Асықпай қайталап қарап алыңыздар. Түсінікті болған жағдайда келесі есепке жылжимыз. Келесі есеп. Үлкен текшенің ішінен алынған нүктенің шардың кіші текшеден тыс бөлігіне тиісті болу ықтималдығы. Мәселен, керемет есеп екен, Жалпы үлкен текшенің ішінен алынып жатыр.
в үлкен текше жалпы жағдайымыз. Енді осы нүктенің шардың кіші текшеден тыс бөлігіне. Демек, оны сызбаға біз былай көрсетейік, қараңдар қазір. Мына жерде қазір мына шар ғой. Шардың кіші текшеден тыс бөлігі деген мына бір жерлер көрдіңдер ме? Ана шардың ішінде кіші текше тұрса, шетінде қуыстар қалды. Ақпен бояп жатырмын қазір мен суретке. Осы жерлер міне. Енді бұл жерді біз қалай табамыз? Ол үшін біз шардың көлемінен кіші текшенің көлемін азайтуымыз қажет болады. Бізде үлкен текшенің көлемі 6-ның кубы, шардың көлемі 4/3 пи r куб 3-тің кубы, минус кіші текшенің көлемі 2/3-3-тің кубы. Жақсы. Демек, мұнда 3-тің біреуімен біреу кетсе 2 дәрежесі 9, 4-ке көбейтсек 36 пи минус 2-нің кубы 8, мұнда 3/3 шықса 24/3, бөлшектің бөлімінде 6-ның кубы 216 болады. Енді мұнда қарап тұрсақ, біз жақшаның сыртына 12-ні шығарсақ бола ма? Жақшаның сыртына 12-ні шығарып жүрсек. 3π минус 2/3 қалады. Ал мұнда 216-ны 12-ке бөлсек неше болды? 18 бола ма? 18 болса, 180, 36, 216. Демек, 12-ке қысқартсақ, мұнда 18 қалады екен. Демек, бізде жауабымыз 3π минус 2/3 бөлу 18 деген жауап. Бізде дұрыс жауап қайсы? 3π минус 2/3 бөлу 18. Демек, Д нұсқасы дұрыс екен. Жақсы. Келесі есеп. Үлкен текшенің ішінен алынған нүктенің текшенің кез келген жағынан кемінде 2 см қашықтықта жату ықтималдығы. Жақсы, түсінікті, керемет есеп. Демек, біз былай істейік. Мына жерге бір текше салып алайық, қараңдар. Мындай бір текше салып алуға тырысайық. Сызба кішкене қисықтау болуы мүмкін. Осылай текше салып алсақ. Жақсы, артқы жақтарын үзіксіздікпен салайық, көрінбей тұратын жерлерін бізге. 3D фотода. Демек, енді қараңыздар. Осының кез келген жағынан 2 см қашықтықта болуы деген ол қалай? Яғни, қараңдар, мына бір текшені елестетсек, біз бірін тұтансақ, мына шетінен де 2 см қашықтықта болу керек, мына шетінен де 2 см қашықтықта болу керек. Өзі бізде үлкен текшеміздің қыры 6 см-ге тең еді барлық қырлар, Енді қараңыздар, мына бетінен 2 см кетсе, мына бетінен 2 см кетсе, ортада не қалады сонда? 2 см-лік бөлік қалады. Дәл солай, мына бетінен де 2 см қашықта, мына бетінен де 2 см қашықта болса, ортада тағы 2 см-лік бөлік қалды. Дәл осылай тігінен де өткен бізге айтқан, кез келген жағынан кемінде 2 см қашық дегене, 2-2-ден 4 см шегесіп тұрсақ, ортада 2 қалады. Демек, былай түсінеге ортада бізде андай текше қалады екен, оқушылар. Мынандай текше қалады екен бізде, кішкентай текше. Яғни, барлық қырлары 2-2-2-ке тең болатын текше қалады екен. Яғни, мына шетінен де 2 см қашықта, мына шетінен де 2 см қашықта. Жалпы қосында 6-ны береді. Дәл осылай тігінен 2 және астыңғы жақтан да 2 см қашықта. Дәл осылай 2-де 2 см қашықта. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Демек, бізде жалпы жағдайымыз, үлкен текшеміз 6-ның кубы 216, немесе бұны былай жазуға да болады. Бірден қысқаратындай етіп жазайық. Бізде 6-ның кубы үлкен текшеміз, кіші текшеміз 2-нің кубы. Мұнда 2/6 деп бір жақшаның ішіне алып, жалпы дәрежені сыртына жазуға болады. Дәреженің қасиеті бойынша 2 мен 6 қысқарса 3-тен 1. Яғни кубы. 1-дің кубы 1-ге тең, 3-тің кубы 27-ге тең. Демек, дұрыс жауап С нұсқасы болады екен. Паузаға қойып жазып алсаңыздар болады. Жақсы, сіздермен бірге болған математикадан ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Есептер түсінікті болды деген ойдамын. Төмендегі менің Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар, және түсініксіз сұрақтар болған жағдайда Instagram парақшасынан байланыссаңыздар болады. Көп рахмет. Лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.